Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді Мешіт Лайф Инста және YouTube парақшасының көрермендері, сіздердің назарларыңызға біле жүріңіз бағдарламасын ұсынамыз. Оның жүргізушісі мен Сүлеймен Нұрдаулет. Бүгінгі біздің қоятын сұрағымыз асыл дініміздің алғашқысы болған, ең біріншісі болған иман туралы. Яғни иман дегеніміз не? Ендеше бастаймыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менің есімім Нұрдаулет болады. Сіздің есіміңіз? Талап. Талап. Талап бауырым. Сізге бір сұрақ қойып жіберейік. Жалпы біздің ислам дініміздегі 5 парыздың бірі иман. Сол туралы өзіңіздің пікіріңіз. Иман деген не? Түсінігіңіз, пікіріңізді айтып жіберіңіз. Енді иман әркімнің, әрбір мұсылман адам баласының жүрегінде енді Алла Тағала орнатып берген өзі ол қасиет деп ойлаймын әрбір. Жалпы қысқасы осы. Иман енді айтады ғой, жалпы адамна иман кетсе енді қадір қасиет қалмайды деген сияқты. Иман ең маңызды құндылық дейсіз ғой. Иә, мұсылманның енді ең маңызды құндылығы, иман кетсе енді білмеймін. Жақсы түсінікті. Рахмет бауырым. Ассаламу алейкум. Менің есімім Нұрдаулет болады. Атыңыз? Сағытай. Сағынтай да? Сағытай. Сағытай аға. Біздің мына сұрағымыз жалпы исламдағы 5 парыздың біріншісі иман ғой. Қазақта айтады ғой, иман келтіру. Сол иман туралы өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз, иман дегеніміз не, қалай түсінесіз жалпы? Иман деген ол негізінде Аллаға сену ғой. Негізінде Алладан басқа тәңір жоқ қой. Бәріміз де Аллаға сенеміз. Енді осы Совет үкіметі біткеннен кейін, шынымен дін келгеннен кейін, қазір дін негізінде Қазақстан бойынша дін жақсы енгіздіріп жатыр ғой. Көп, мен де көріп жатырмын, көп жастар сол мешітке барып, діннің жолында жүр. Сол дұрыс деймін, негізінде көшеде жүріп, қаңғырып, теңтеріп жүргенше, арақ ішіп, нашар шегіп жүргенше, сол дін жақсы ғой негізінде. Біз негізінде Совет үкіметінде өскенбіз, ол кезде дін туралы білмегенбіз ғой, атеист болғанбыз ғой. Қазірде енді ақырындап сол бет бұрып жатырмыз. Алланың жолына жетіп. Енді өзім Құран оқимын. Мешітке барып тұрамын жұма намаз сайын. Яғни Аллаға, оның пайғамбарына келген нәрсенің бәріне сену дейсіз ғой, жүрекпен сену. Дұрыс сену керек, Ешқандай серік келтірмей, тек бір Аллаға сену дейсіз. Бірақ Аллаға сену керек қой, дұрыс. Жақсы, жауабыңызға рахмет аға. Алла разы болсын. Жақсылықта келсейік. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум бауырым. Менің есімім Нұрдаулет болады. Сенің есімің? Ақжол. Ақжолдан танысқаныма қуаныштымын. Жалпы біздің дініміз ислам ғой. Ислам дініндегі 5 парыздың бірі иман келтіру деген бар да. Сол иман дегеніміз не? Өзің ойыңды айтып жіберсең, қалай түсінесің иман дегенді? Жалпы иман туралы өзің ойыңды айтып жіберсең, не деп ойлайсың? Иман деген парызымыз ғой енді. Бір парызымыз, басқа білмеймін. Яғни адамның жүрегіндегі сенімі, жүрегіндегі сенімі. Яғни адамның жүрегіндегі Аллаға деген және Алланың тарапынан түскен барлық нәрсеге, пайғамбарына деген сенім дейсің ғой да? Сен өзің сенесің ғой да? Өзім сенемін. Саламатсыз ба? Менің есімім Нұрдаулет болады. Сіздің есіміңіз? Жәмила. Жәмила апа, мына өзіңіз енді мұсылмансыз ғой, ислам дінінде 5 парыз деген бар ғой. Соның біріншісі сенім дейді ғой, иман келтіру. Сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз, иман дегеніміз не, қалай түсінесіз? Өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз. Иман дегеніміз күнделікті 5 намазымыз. Таңертең тұрып, Алладан сұраған дұғамызды қабыл етсін деп сұраймыз Алладан. 5 обетіме. Енді 5 намазымызды оқимыз, короче. Алланың алдында әйтеуір таза болып, халықтың амандығын, елдің тыныштығын, осы жаман аурудың жоқтығына байланысты Алладан сұраймыз. Отымыздың басын амандығын сұраймыз. Сондықтан 5 намаз адамға парыз. Адам баласы болғаннан кейін барып 5 намаз оқу керек. Енді иман дейміз ғой, қазақта иманды адам дейді жаңа. Иманды адам деп айтады ғой, адамгершілігі жоғары адам. Сол иманды қалай түсінесіз? Иманды адам дегенде мешітте отырған адамдар. Иманы күшті, бізге сабақ беретін, болашақ балдарға тәрбиелейтін, жақсы жолға түсіретін иман деп айтам. Өзім жолдасым намаз оқыған соң, сондықтан таза жол деп айтам иман жолын.
Яғни иман дегеніміз Аллаға сену, пайғамбарына, барлық Алланың тарапынан түскен заттарға сену дейсіз ғой. Аллаға сену, Алланың алдына әйтеуір таза болып, сол айтамыз ғой, еліміздің тыныштығын ойлаймыз, короче. Амандығын ойлаймыз. Алла разы болсын, апа. Ассаламағалейкум, аға. Менің есімім Нұрдәулет болады, сіздің есіміңіз? Ғабдол. Қалай? Ғабдол. Ғабдол. Машалла. Ғабдол рахим. Аға, енді біздің дініміз, ислам дінінде 5 парыз бар, өзіңіз білесіз. Соның біріншісі иман. Иман келтіру деп атамыз. Сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз, қалай ойлайсыз, қалай деп қабылдайсыз, пікіріңізді білсек сіздің. Енді мұсылман болғаннан кейін ата бабамыз мұсылман дінін қабылдаған алдағы шығар. 5 парыздың иман енді Алла тағаланың бұйырған несі ғой, парыздың біреуі ғой. Имандылық. Иман деген не дейсің енді? Сенім, да? Иман сенім. Аллаға сену, пайғамбарға сену, кітаптарына сену. Соның бәрін қабылдау дейсің. Соның бәрін қабылдау. Басқа не? Дұрыс, яғни Аллаға, оның пайғамбарына, барлық түсірген нәрсенің бәріне сену дейсіз, иман келтіру. Алла разы болсын, аға. Құралбек. Қуаныштымын танысқаныма. Енді біздің дініміздегі, ислам дініндегі 5 парыздың бірі алғашқысы иман келтіру дейміз ғой. Иман. Сол туралы айтып жіберсеңіз, иман дегеніміз не? Қалай түсінесіз? Оны білмейді екен. Енді өзіңіздің неңізді айтыңызшы, қалай түсінесіз? Иман деген жалпы қазақта да бар ғой, иман деген сөз. Сенім, иман дегенге енді оған мен не айтсам? Өзіңіз ойыңызды айтсаңыз болады, қалай, не ойлайсыз иман дегенге? 5 парыз, намаз оқу. Олар парыздар ғой, енді жалпы иман дегенді қалай түсінесіз? Иманды адам деп айтып атады ғой қазақта. Иманды адам, адамгершілікті адам, өтірік сөйлемейтін адамдар солай дейді шығар. Басқа білмедім ол. Яғни иман келтіру деген Аллаға сену деген ғой. Аллаға, пайғамбарына, соның барлық келген кітаптары бар, пайғамбарлары бар, соның бәріне иман келтіру, соны жалпы иман дейміз ғой. Яғни сенім, Иә. Солай дейсіз, Сонымен иман дегеніміз Аллаға деген сенім. Яғни біздің ғалымдарымыз айтқандай, сол сенімді тілмен айтып, жүрекпен бекіту. Пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлемі болсын. Мына хадисімізбен сөзімізді қорытындылайық. Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бір күні өзінің сахабаларымен отырған кезде бір кісі кіріп келеді. Ақ киімді, қара шашты, үстінде ешқандай жолаушының сипаты жоқ. Келіп пайғамбарымыздың қасына отырып, пайғамбарымызға сұрақтар қояды. Сол қойған сұрақтардың бірі иман дегеніміз не деген сұрақ қояды. Сол кезде Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын. Иман дегеніміз Аллаға сенім, періштелеріне сенім, кітаптарға сенім, пайғамбарларға иман келтіру, және де ақиретке иман келтіру, және де тағдырдың жақсылығы жамандығына иман келтіру деп пайғамбарымыз иманның 6 шартын түсіндіріп береді. Кейін пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бұл келген Жибрейіл періште екендігін, және де сендерге дінді түсіндіру мақсатында келгендігін айтады. Міне, құрметті көрермен, біз де осы исламдағы иманның 6 шартын біліп жүруіміз керек. Және де сауап алып, жақсылықтың таралуына сіздер де себепші болыңыздар. Ол үшін осы жазбаны басқалармен бөлісіп, астына пікіріңізді қалдырып, үстіндегі жүрекшені басып, бөлісіп отырыңыздар. Алла баршамызға разы болсын. Жақсылықта кездесейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.